Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір ескертеді. Байлық қандай критериймен болғанда хайырлы болады адам баласына? Және денсаулық қандай критериймен берілгенде хайырлы болады? Ла бәса бил ғина лиман иттақа дейді. Кімге қандай да бір тақуа адамға байлық берілетін болса, оның ешқандай жамандығы жоқ дейді. Демек, адам баласына дәулет, байлық ол тақуалықпен, Құдайдан қорқумен бірге жүру керек. Алла тағаланың әмірлерін орындайтын, тыйғаннан тыйылатын адамға байлық, дәулет берілді ме? Демек, оған үлкен хайыр, мүмкіндік берілді. Мынау қоғамға, елге пайдасы тиетін тұлға болды деген сөз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Байлық тақуалықпен бірге жүргенде хайырлы болады. Уассиххату лиман иттақа хайрун минал ғина. Бірақ адам баласына денсаулық берілетін болса, ол тақуа адам болса, онда ол байлықтан сол денсаулығы ол үшін хайырлы дейді.